Аспирин туралы сіз білмейтін шындық. Көп адам аспиринді қан сұйылтады деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде ол тромбоциттердің бір-біріне жабысып қалуын тежейді, яғни тромбтың түзілуін алдын алады. Біз бұны инфаркт кезінде, инсульттің алдын алу үшін қолданамыз. Бірақ бұны барлығына бірдей қолдануға болмайды. Асқазан ішек жарасы бар, гастриті бар, қан кетуге бейімділігі бар және анемиясы бар науқастарға аспиринді қолдануға болмайды. Сол үшін медицинада алдын алу үшін деп бұл препаратты қолдануға болмайды. Сіз аспириннің тромбоциттерді тежейтінін біліп пе едіңіз? Аспирин туралы сіз білмейтін шындық. Көп адам аспиринді қан сұйылтады деп ойлайды. Бірақ аспирин қандағы тромбоциттердің жабысып қалуын алдын алып, тромбтың түзілуіне кедергі болады. Біз аспиринді инфаркттың, инсульттің алдын алу үшін қолданамыз. Бірақ бұны барлығына бірдей қолдана беруге болмайды. Асқазан ішек жолдарынан қан кететін, гастриті бар, қан кетусындай бейімділігі бар, анемиясы бар науқастарға мүлдем пайдалануға болмайды. Сіз аспириннің тромбоциттерді тежейтінін біліп пе едіңіз?